Ода сымбатты ханымдар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін күз мезгілінде бетіңізді нәрлендіретін, витаминге толтыратын, оны жұмсартатын, әжіммен күресте жақсы әсер беретін керемет нәтижелі маска рецептпен бөліспекпін. Бізге қажетті заттар ол алма, ұсақ үккіштен өткізілген осындай алма, бір ас қасықтай қажет болады. Қызыл алма ма, сары алма ма, көк алма ма маңызды емес. Одан кейін бізге қаймақ қажет болады. 15% қаймақ қолдандым, одан бір ас қасықтай қосамыз. 20% қаймақ қолдансаңыздар, үйдің қаймағын қолдансаңыздар да болады. Одан кейін бізге жүгері крахмалы қажет болады, немесе картоп крахмалы болса, картоп крахмалын қоссаңыздар да болады. 1 шай қасықтай. Одан кейін жақсылап араластырып аламыз да, мен миндаль бадам майын қостым, 2-3 тамшы. Қоспасаңыздар да болады. Жақсылап араластырып бетімізге, тазартылған бетімізге жағамыз. Бұл масканы жағардан алдын аллергияға тест жасауды ұмытпаған абзал. Өйткені біздің кожамыз әртүрлі болғаннан кейін құрамындағы бір затқа сізде аллергия болып қалуы мүмкін. Сол үшін алдын алатын боламыз. Бетімізге жағамыз. Көз айналасына жақсаңыздар да болады. Бетті өте жақсы нәрлендіреді, жұмсартады. Қазір мына күзгі уақытта сіздің бетіңізге нәрі керек болған кезде бұл маска сізге өте жақсы көмегін тигізетін болады. Бұл масканы негізі түнде жасауға кеңес беремін. Слой-слой жақсаңыздар да, бір слой жағып қойып кепкеннен кейін екінші слойын жақсаңыздар болады. Бетімізге жаққаннан кейін 10 минуттай күтеміз, кепкеннен кейін тағы бір слой жағамыз, одан кейін екінші рет 10 минут күтіп жуып тастасақ болады. Артынан крем жағуды ұмытпаңыздар. Крем өте маңызды, өйткені маска деген кішкене бет тартылады. Сол кезде сізде андай тартылу, құрғау сезімі болмау керек. Бірден увлажнение берсеңіздер, масканың результаты керемет болады. Осылай аптада 1 рет немесе 2 рет жасауға болады. Бетіңіз қатты құрғап кеткен болса, мына күзгі уақытта бетіңіз түлеп, құрғап, қабыршықтанып жатқан болса, осы маска нағыз сізге керек маскалардың бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер.